Найзағайлы сәлем. Бүгінгі видеода Леонардо да Винчи салған ең құнды портрет Мона Лиза жайында ең қорқынышты фактілерді айтатын боламын. Видео басталмай тұрып арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Бірінші теория. Мона Лиза әйел емес. Кейбір адамдар Мона Лизаны автопортрет деп ойлайды. Яғни нақтырақ айтатын болсақ, теория бойынша Леонардо да Винчи қыз-теке болған. Және ол өзі қыз болып киініп, айнаға қарап отырып, өз суретін салған дейді. Егер бұл теорияға сеніп қарастыратын болсақ, онда шынымен де Мона Лизаны ер адамға ұқсатуға болады. Жалпақ маңдай және дөңес мұрын келбеті көбіне ер адамдарға тән болып келеді. Егер Леонардо да Винчидің портреті мен Мона Лизаның портретін беттестіретін болса, онда оларды бір адам деп ойлап қалуға болады. Бірақ мұны дәлелдеп шығу үшін Леонардо да Винчидің бас сүйегін 3D форматта көшіру керек болатын, немесе оның ДНК-сы керек еді. Дегенмен жергілікті үкімет оның мәйітін қазуға рұқсат бермеді. Яғни бұл теория жай ғана болжам болып қалмақ. Ауру Мона Лиза. Мона Лизаның ер немесе әйел екенін білмейміз. Дегенмен оның холестериннің жоғарғы дәрежелі түрімен ауыратынын байқауға болады. 2010 жылы белгілі дәрігерлер холестеринмен ауыратындардың көзіндегі жарақатты Мона Лизаның суретінен байқаған. Егер Леонардо да Винчидің де осындай аурумен ауырғаны белгілі болса, онда бұл алдыңғы айтқан теориямызға үлкен дәлел болар еді. Үшінші теория. Кірпігі мен қасы жоқ. Келушілер мен зерттеушілердің ойы бір жерден шығып, Мона Лизаның кірпігі мен қасының жоқ екендігін байқады. 2007 жылы Паскаль есімді инженер бұл құпияны ашуға бекінді. Арнайы аппаратпен түсіріп және сапасын, анықтығын 24 есе арттырды. Соның өзінде кішкене ғана бояудың ізі ғана көрінді. Зерттеушілер суреттегі қас пен кірпік уақытша бояумен салынған, немесе да Винчи қас пен кірпікті білінер-білінбес етіп қана салған деп есептейді. Төртінші теория. Қорқынышты күлкі. Мона Лизаның күлкісі өте ерекше деп есептелінеді. Туристер Мона Лизаның көзіне немесе суреттің басқа жағына қарайтын болсақ, оның күлкісі тым көңілді көрінетінін айтады. 2005 жылы голландық ғалымдар эмоцияны тексеретін 90% дұрыс жасайтын құрылғыны Мона Лизаның суретімен тексереді. Сөйтсе Мона Лиза 83% көңілді деп табылған. Бесінші теория. Артқы фон. Зерттеулер тек Мона Лизаның бетінен ғана емес, артындағы көріністерден де біраз затты байқауға болатындығын аңғартты. Мысалы, әйелдің артындағы көпірдің астындағы сан сол көпірдің қирап, қайта салынған кезі болып табылады. Шынымды айтайын достар, мұндай белгілер өте көп. Тіптен Мона Лизаның көзінен де неше түрлі сандарды да, әріптерді де тауып жатыр. Бірақ олардың құпиясы әлі күнге дейін ашылмаған. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Келесі видео бұдан да қорқынышты болады. Сол видеоны жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, жанынан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сол кезде ол видео сіздің рекомендацияңыздан бірден шығатын болады. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.